Баршаларыңызға сәлем-алейкум, қалайсыздар? Түннің ортасы болса да сіздерге бір күшті техникамен бөліскім келіп отыр. Егер сіз қатты қарыздан қиналып жүрсеңіз, қашан табысқа шығамын, қашан плюсқа шығамын деп жүрсеңіз, осыны орындап көріңіз. Өйткені мен бұны түсіну үшін 1 жыл уақытым өтті ғой. Және де бір техниканы жасадым, 100% орындалды Алланың қалауымен. Сізге бастайын. Осыдан 1 жыл бұрын, сол уақытқа дейін, 24 жылға дейін бәрі жақсы болды, прям күшті болып жүрді. Бірақ 24-тің соңында өзімнің айфоным сәл бұзылып, қатып қалып, жаңа айфон алу керек болды. Және де көп мегабайтпен алу керек болды. Өйткені видеолар көп түсіру үшін. Сөйтіп, енді ақша ол көп тұрады. Рассрочка алдым. Рассрочка алғаннан кейін оның ақшасын 9 айлап, сөйтіп 10 айлап төлеп жүрдім. Төлеп жүре бердім. Және де табысыма келетін болсам, саудада жүрмін ғой, алдың жылдары саудада аренда көп болса да, әйтеуір табыс аз болса да бәріне жетіп, солай болып жүретін еді. Сол iPhone алғанға дейін. Кейін iPhone алғаннан кейін табысым көбейді, аренда азайды, бірақ берекесі жоқ. Өзіме еш нәрсе қалмайтын болды. Түсінбеймін. Кәдімгідей 9 ай ойладым, неге бұлай болды деп қатты қиналып кеттім. Сол кезде бір курсты алдым, және де TikToktан да ол информацияны бұрындар көрген едім, және де оны жасап көрдім, техниканы. Яғни ол уақиға сүресін оқу құр босқа емес, яғни рет-ретімен оқылады. Ол туралы мен YouTube'да шортс видеоға салған едім. Және де дәлел қандай деген сияқты маған сұрақтар келді. Уақиға сүресінде, мысалы, Фатиха, Ықлас, одан кейін Салауат, Фатиха, уақиға, сөйтіп сондай ретпен оқылады ғой. Сол кезде неге бұндай ретпен оқылу керек деген сұрақ келді. Өйткені қарасаңыздар, 2 салауат бар. 2 салауаттың арасында тіленген дұғалар қабыл болады. Және де Фатиха сүресі жолды ашушы сүре, ашушы сүреді Аллахтың қалауымен. Оның барлығы кәдімгідей ғалымдардың өздерінің жасаған практикаларынан келген бұл амал. Және де қазіргі адамдарда көп қолданып жүр. Бірақ көпсінің информациясын мен көрген жоқпын, 2 адамнан көрдім, өзімде жасап көрейін дедім, иә. Өйткені бәрі Құранның аясында, салауат, бәрі намазда оқылады. Сондай ретпен оқып жүрдім. Алғашқы 2 аптада ешқандай өзгерістер болған жоқ. Кейін рассрочкалардың бәрін жайлап жауып, ол сүренде жаңағыдай ретпен оқып жүрдім. Рассрочканың бәрін жапқаннан кейін табысым резко өсе бастады. Сол кезде опа деген маған осознание келді. Оказывается, кредит, рассрочка, пайызға қатысты бар нәрселер ол ризығыңды азайтады екен, иә? Ризықтың берекесін азайтады екен. Соған көзім жетті. Сондықтан да егер сіздер де қиналып жүрсеңіздер ақшаларыңыздан, бірінші қарыздарыңызды жабуға тырысыңыздар. Кімге берешек алашақтарыңыз бар, бәрін жабыңыздар. Ең бірінші проценті өсіп кететін нәрселерді жауып тастауға тырысу қажет екен. Барынша Алланың қалауымен, және де ертең күнге уайымдамай жауып тастау керек екені Алла өзі жеткізеді екен. Соған қатты көзім жетті. Және де осылай оқуды мен жалғастыра бердім, арасында үзілісте сондай болды, бірақ шүкір плюсқа шыға бастадым да. Енді жаңа түннің ортасы болса да осы информациямен бөлісейін деген ойға келдім, өйткені біреуіңізге пайдалы болып қалар. Және де бұл амалды жасаумен қатар күнәлардан тыйылу қажет. Көздің күнәсі, тілдің күнәсі, құлақтың күнәсі, иә? Алыстасаңыздар, ол кезде тілектеріңіз одан саман тезірек орындала бастайды екен, иә? Өйткені сен пайызға жолап атқан жоқсың, күнәға жолап атқан жоқсың, және де Аллах тағала туралы жақсы ойда болсаң, иә? Күнделікті жақсы құлшылықтарыңды вовремя жасап, қаза етпей жасап жүрсең, тілектерің сәл тезірек орындала бастайды екен. Мен соған көзім жете бастады. Сондықтан да осылай жасап көріңіздер, Алланың қалауымен бәрі болады. Бірақ іште андай ожидание да болмау керек та, кән деген сияқты. Менде ондай болды басында, бірақ Аллах тағала осы уақиға сүресін оқығаннан кейін түсіндірді маған, сенің ризың азаюы осы пайызы бар кредиттеріңнен деген сияқты ше. Содан кейін бар уже өсе бастады. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Бірақ оған шейін, мысалы, қыста да мен уақиға сүресін оқитын едім, бірақ ожидание болатын еді. То Аллах тағалам ақша қашан бересің, случайно біреуден қашан бересің деген сияқты, андай потребительское отношение болатын еді. Тек уақиғаны ғана оқитын кезде. Ал қазір кәдімгідей ретпен Фатиха, Ықлас, Салауат, сондай ретпен күніне 2 рет оқу қажет етті. Мысалы, 1 рет оқысаңыз да болады, 2 рет, 3 рет оқысаңыз да болады. Бос уақытыңызда дәретпен намаз көйлегіңізді киіп алып, осылай жасап көріңіздер. Содан кейін уже результат бола бастады. Результат тек қана ризықтың көбеюі емес, кәдімгідей менде сұрақ болды.
не үшін азайды, алдыңғы жолы не үшін көбейді деген сияқты Аллах тағала инсайт қылып салды. Сенің ризығың азайғаны кредиттеріңнен, пайызы бар нәрселерде деген сияқты. Оппа, бұны подписчиктермен бөлісім керек деген ойға келдім. Сондықтан да осылай жасап көріңіздер. Видеодан қайта-қайта көріңіздер, керекті тұстарын жазып алыңыздар және де осы амалды орындап көріңіздер. Видео пайда болса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Баршаларыңызға сәлем алейкум.